Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Ярко. Қалайсыңдар достар? Бүгінгі біздің кезекті видеомызға қош келдіңдер достар. Иә достар, бүгінгі видеода біз дейтін өзіміздің сүйікті видеомызға қош келдіңдер достар. Бүгінгі видеода біздер дейтін превью жасап үйренетін боламыз достар. Превью дегенде қандай превью достар? Мен превьюдің миллиард түрін үйреттім, бірақ мынау енді жестко превью болайын деп тұр. Міне осындай суретте көріп тұрғандарындай осындай превью жасап үйрететін боламын. Достар, тезірек 100 подписчикке жеткізсек достар. Сонда мен сіздерге өзімнің каналымдағы оформлениеде сіздерге пиксельный ава шапка жасауды үйрететін боламын достар. Давайте мен каналымдағы оформлениені 10-нан 0-ге дейін бағалап кетіңдер достар. Біздердің бірінші приложениеміз ол SkinSet дейтін приложение болатын болады. Оған кіреміз де біздер өзіміздің позамызды жасап алатын боламыз. Өзіміздің позамызды өзіміздің видеомыздың тақырыбына қарай жасаймыз достар. Мен мысалға былайына қоямын да қолым көтеріңкіреймін, былай өзіме ыңғайлы қарата алатын боламын. Аяқ не болып кетті? Жоқ, болды. Короче, онеки осындай болды. Ал енді бұны біздер скриншот етіп аламыз. Бұл енді келесі приложениеге кеттік. Достар, біздерде келесі приложение background erase дейтін приложение. Біздер өзіміздің жаңа позамызды сайлап аламыз. Өзіміздің позамызға кіреміз достар. Неге? Өзіміздің позамызды былай өзімізге керекті қылып кесіп аламыз. Былайына керек емес жерлерін қырқып тастаймыз да. Енді мінекей біздерде ауто деген жазу шығады достар. Осыны басамыз да былай өшіреміз. Позаңыз дәл осындай болуына отвечаю. И потом оны біз 25 деген санды былай назарды қойып тұрсыңдар, қозғалып жатқан соны жайлап бізге қайтарғанда осындай әдемі болып шыға береді. Мінекей біздерде орнына қайтты бәрі. Мінекей былайынан хопа деп өзгеріп тастаймыз. Сәл шашы дейтін болды. Мінекей орын-орындарынан келді. Енді бұтын өзгертеміз. Опа, сәл келіспей алды. Опа, мінекей достар, бітті. Қазір позамызда енді осында қара дақтар қалып қойды достар. Оны біздер down дегенді басамыз да осы жерден былай басқанда өзіміздің қара дақтарын жұғып кетеді. Бірақ сонда да сәл көрініп тұр достар. Бұны біздер кетіру үшін 3-ке қойып көреміз. 3-те де жоқ болды. Мінекей өзімізге осындай жоқ болған кезден сайлап аламыз да save деген басамыз. Бұл біздерде поза дайын. Енді біздер текст дайындаймыз. Достар, біздерде дейтін келесі приложение Pixellab дейтін приложение болатын болады. Бұл приложениеде біздер текст дайындап алатын боламыз. Біздің текстімізді дайындаймыз. Бұл жерге біздер дейтін видеомызға қарай мен превью деймін да, осындай қыламда сохранить етіп. И потом бұның светін өзгерту керек болады. Бізге мен қызыл қыламда светінше. Одан кейін біздерде дейтін shapesке кіреміз. Shapes дейтін ол өте керекті зат, болмаса превьюіміздің сәні дейтін өше қашып кететін болады. Осындай превью жасайтын кезде осы shapesті қолдануларыңа кеңес беремін. Давайте енді былайына өзімізге ыңғайлы қойып аламыз да достар. Одан кейін бұның түсін өзгерту керек болады бізге. Бұның түсін біздер дейтін қара қылып аламыз да достар. И потом оны мынандай жерден ұстаймыз да. Мынау вообще керек жоқ бізге. Мынаны ұстаймыз да, олай хоп атып өткізіп жібергенде өзіміздің текстіміз алдына шығатын болады. Вот мінекей достар, енді бұны біздер сохранить еттіреміз достар былайынан. Достар, біздер өзіміздің және екінші текстімізді жазамыз. Жасау дейміз де достар, осындай қоямыз. Вот мінекей жасау деп әдемі қылып жасадық. Енді біздер дейтін бұл жерге текстімізге басқаша түс береміз. Неге сары түс бердік достар. Енді бұны да біздер сохранить еттіретін боламыз. Біздердің келесі приложение Adobe Photoshop Touch деген. Енді біздер бұл жерден пустой документ ашамыз да превьюіміздің өлшемін қоямыз. 280-де 720 дейміз де достар. Бұны окей деген басамыз. И потом сізде осындай прозрачный бет ашылады. И біздер градиентке кіреміз де бұл жерден біздер өзімізге қып-қызыл, енді өзіңіздің скеніңізге қарай өзіңіз онан түсті қоясыздар. Мен қып-қызыл себетті ұнатым. Сосын бұл жерде фиксқа кіріп освещениені басамыз. Және бұны сәл ашқанда өзімізге әдемі фон пайда болатын болады. Енді біздер өзіміздің жаңағы позамызды әкелеміз де. Поза қайда, поза, әміне. Поза дайын не біздерде достар. Позаны былай арт қарақ сәл тартамыз. Болды, неке. Енді жаңағы біздер текстімізді қоятын боламыз. Текст. Бұл Pixellab дейтін приложениеден алынған болғандықтан Pixellab папкада тұрады. Бұл жерден превью жасау деген текстті аламыз, былай үлкейтеміз да. Үстірегіне қоя саламыз былайына.
четот біздердің превьюіміздағы поза біртүрлі болып тұрған сияқты, сол үшін сәл артырақ тартамыз. Потом мінекей біздердің превьюіміз дайын болайын деп жатыр. Сәл енді біздерде дейтін екінші текстті аламыз. Сосын дейтін біздер мінекей алдық. Енді бұны да біз астына қоямыз, былайынан жасау деп. Енді біздерге өзіміздің эффектлеріміз керек болады достар. Бұл эффектлерді мен сіздерге описание қойып кетемін, осы видеоның описаниесіне. Енді бұл эффекттін табу дейтін енді ең астында мен деймін $1 000 себетте. Үлкейтеміз. Енді біздер окей түймешесін басамыз да, бұны бұлай бәрінен үлкен өткізіп тастаймыз, ең үлкен слойға. Біздер бұл жерден осветлениені басамыз. Осындай болып әдемі эффект пайда болады. Енді бізге дейтін достар блик керек болатын болады. Блик біздер бликті мінекей достар бликті алдық, мінекей бликті. Енді бұны да осында кішірейтеміз да, окей түймешесін басып осветлениені қойып аламыз. Осветление мінекей сәл бұрамыз да, оны да бүйтіп әдемілеп қоямыз. Және дубляк слой дегенді басамыз да, екінші копиясын шығарып аламыз да. Бұның мына текстің мына жеріне қоямыз да, окей түймешесін басамыз. Және дубляк слой басамыз достар. Өзімізге қанша керек сонша алып аламыз. Сосын мынандай мен королінің басына қоям, былайына жылтырап тұрсын. Еліне қойып па. Жоқ, бұл жеріне кесіп итті. Осы жеріне қоямыз да, білейді басып жөнеміз. Кесірестер басылмағыл. Короче, достар, осындай превью болды біздерде дейтін достар. Давайте арнаға тіркеліп лайктарын басып кетіңдер достар. Енді видеода кездескенше сау болыңдар.